кейде бір қарны ашатын жер, қазақтың спектаклін көріп отырасың да, мынау кімдікі екенін түсінбейсің. Ал экономика деген ол форма, даңғырлаған бос шелек, байлық толы, алтын сандық. Ал оның ішінде руханият болмаса, идеология болмаса, иман болмаса, оның мазмұны жоқ деген. Байда кетеді, патшада кетеді, тажалда кетеді, қарын тоймайдың қаны пезерде кетеді. Қытайдағы 3 миллион қазақ Қытай болып кеткен жоқ қой, бір ғасыр. Қытайдың ортасында тұр. Ұлттық құндылықтарды алып тастап, әшейін адам болып жүре берейік дейтін болсақ, мына шекара не үшін керек? Түрмесіз далада, қорасыз қой бағып, мылтықсыз ана болып, есігіне ала жіп байдай салып, алаңсыз 6 ай жолға шығып жүре беретін қазақ едік. Ал осындай байлығыңды ысырып тастап, арабша уағыз айтып отыруды не қажеті бар, мен түсінбеймін. Екі шектің бірін қатты, бірін сәл кембіра, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп. Өз бақытымызды өзіміз табанға сап, таптап, ұлтарақ қылып жүрген ұлтпыз біз. Баршаңызға сәлем, бұл Ойлап подкаст. Бүгінгі эфиріміздің қонағы ақын, драматург Бақыт Беделхан. Ассалаумағалейкум Бақыт мырза, эфирімізге қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді сөзімізді, кішігірім сұхбатымызды бастамас бұрын, қазіргі таңда қандай қызметтесіз, содан туралы айтып өтсек. Иә, қазіргі таңда Жазушылар одағынан кейін кітапханада 1 жыл қызмет істедім. Қазір Алатау дәстүрлі өнер театрының директоры Мақсат Нұралиевтің кеңесшісімін. Бір жақ сол театрға барғаным да дұрыс болды ма деймін. Енді драматург ретінде, шығармашылық адам ретінде сондамын. Барғаныма 1,5 ай болды, бірақ 1-2 сценарий жазып үлгердік, драма жазып үлгердік. Құдай қаласа жаңа жылға дейін премьерасы болып қалуы мүмкін. Енді бұйырса көрермен назарына жол тартады алдағы уақытта. Енді негізі өзіңіз де бұл саладан бұрыннан келе жатсыз ғой, енді осы театр саласына дейміз, талай қойылымдардың авторсыз мысалы. Енді қазір нақты сол театрға кіріскелі бір айырмашылық бар ма жұмыста? Осы шығармашылықтың төңірегінде болғанмен де өзінің іші әр қыры бар, әр сыры бар дейді ғой. Әр жердің атмосферасы әртүрлі болады ғой, шығармашыл адамға. Мысалы, Жазушылар одағында шығармашылықпен айналысуға көп мүмкіндік болмады. Ол жерде бүкіл ақын жазушылардың шаруасы, тіршілігі, ұйымдастыру, үйлестіру, сондай шаралармен жүресің де, жоба жоспармен. Кітапханаға барған кезде де ол шығармашылыққа өте көп мүмкіндік болған жоқ. Себебі кітапхананың өзінің тәртіп талабы бөлек. Ал театрда ол басқа әлем. Мысалы, мен Ғабит Мүсірепов атындағы театрда әдебиет бөлімін басқардым. Ол жерде біраз дүние жаздым. Әуезов театрында әдебиет бөлімінде қызмет істедім 1,5-2 жылдай. Ол жерде де біраз дүниені өндіріп жаздым. Сол атмосфера адамға қатты әсер етеді. Сондықтан да мен қазіргі Алатау театрына келуім, бір жағы келесі жылы 50-ім. Сол 50-ге елге есеп беріп келсем ба деген ойым бар. Алатау театры труппасының қолдауымен, солардың шығармашылығымен бірге. Бір жағы сондай да есеп бар. Қанатыңызды кеңге жайып жатсыз енді жалпы шығармашылық жағынан. Құдай қаласа, енді кеңге жаямыз деп айтамаймыз енді. Біз енді анау қырандар сияқты қанатын кеңге жайып, құлап ұшып, құлдилап жүретін уақыт емес қазір. Қазір пыр-пырлап ұшпасаң ешкімге ештеңеге жете алмайсың. Сондықтан да құлашты кеңге жаятындай емес. Уақыт тығыз, сөз қысқа, кетіп барам соғысқа деп кешегі Қасым Аманжолов айтпақшы. Уақыт ырғағы өте жылдам ғой қазір. Қорқынышты. Өте тығыз, өте жылдам. Ол ырғаққа түсу де қиын. Қазіргі өмір сүру ырғағы бұзылып кеткен қазір. Жүйкеге жүк болатын, жүйкені жұқартатын өмір қазір. Сондықтан адамға, адамзатқа Құдай сабыр берсін. Сабырмен ғана өмір сүретін уақыт қазір. Жақсы Бақыт аға, енді театр туралы айтып өттік. Енді қазіргі таңда
сахна дейді ғой, енді сахна кезінен киелі нәрсе. Мысалы қазір енді әлеуметтік желі басқасы да бар, бірақ кезінде сахна осы кәдімгідей біздің дәстүрімізді, ұлттық құндылығымызды дәріптейтін бір киелі орын болатын да. Енді қазіргі таңда, қазіргі қоғамдағы сахна осы тарихымызды, мәдениетімізді дұрыс дәріптеп жүр деп ойлайсыз ба? Әрине, театр ұлт руханиятының айнасы ғой, бәрібір. Қазір мына әлеуметтік желі болсын, телевидение болсын, басқа да шоу, концерт, әнші, жыршы, күйші, биші болсын, біздің ұлттық руханияттың жүгін көтеруге белі шыдамайды ешқайсың. Нағыз нардың жүгін көтеретін бір қара шаңырақ болатын болса, ол театр. Мысалы, осы әлеуметтік желімен жаһандану деп жар-жарын айтып жүрген бүкіл әлем болсын, қазір қайтып айналып, осы қара шаңырақ театрға келіп жатыр. Себебі театр деген синкретті өнер, жан-жақты, тірі организм ол. Тірі дауыс, тірі жан дүниесін көресің, қуанған, жылаған, сөйлеген, бәрін. Ол басқа әлем. Жасандылықтан ада. Сондықтан да театр қазір кішкене экспериментке көбірек кетіп жатыр, дегенмен де жоқтан жоғары бар. Енді ұлтты тәрбиелейтін ол мектеп емес, ол өнер ошағы. Ол адамға үлкен рухани азық бергеннің өзі жетіп жатыр. Сен отыр, тұр, жүр, ақылды бол, осындай бол деп тәрбиелейтін жер емес. Нағыз өнердің ошағы театр. Адамға рухани азық беру керек. Рухани байыту керек. Ойландыру керек, толғандыру керек, сезіндіру керек, тебіренту керек, мұңдандыру керек. Мүмкіндік болса, жындандыру керек. Ол сонысымен театр. Ал театрды тәрбие ошағы деп бір жақты қарауға келмейді. Құдайға шүкір, енді мектептеріміз бар ғой. Ал театр ол басқа әлем. Сондықтан да қазіргі театрдың көтеріп жатқан жүгі біраз эксперименттерге, жаңашылдыққа, жаңа форматқа, жаңаша бір ойлауға жастар келе жатыр. Ол да керек. Бірақ ұлттық ұстыннан сәл алыстау кетіп бара жатқан сияқтымыз. Ұлттық идеология. Ең бастысы, мен жүрген жерімде айтам, тамырынан ауырған ағаш бұтағынан емделмейді. Ал тамырды театрдан бастау керек. Ұлттық идеологияны, әлеуметтік мәселе болсын, тұрмыстық мәселе болсын, қоғамдық мәселе болсын, осының бәрі театрда ұлттың келбеті ретінде қалыптасу керек. Тәрбие ретінде емес, өнер ретінде. Мысалы, жапонның спектаклін көріп отырсаң, оның жапон екенін білесің. Өзбектің спектаклін көріп отырсаң, ол өзбектің спектаклі екенін білесің. Кейде бір қарны ашатын жер, қазақтың спектаклін көріп отырасың да, мынау кімдікі екенін түсінбейсің. Біз еліктегішпіз. Орысқа еліктейміз, ағылшынға еліктейміз. Өзбекше қойсақ таза өзбек қыз жібереміз. Соны не қазыққа байлап қоймасқа? Неге қазақша реңк бермеске? Неге қазақша мінез қалыптастырмасқа бір спектакльдің бойына? Мысалы, Шекспирді қойсақ, мүлде басқа шығып түсеміз. Гогольді қойсақ та, Чеховты қойсақ та, Шағаланы тура орысқа жібереміз. Сонда біздің қазақ негіз жоқ па сонда бізде? Осындай мәселелер сәл-сәл майшамен қарайтын дүниелер баршылық. Сондықтан да ұлттық ұстын деген нәрсені, білмеймін, бізде 30 жылда ұлттық идеологияның болмаған кесапаты шығар. Енді мойнымыз бұрылып келе жатыр, бірақ әлі ден қоя қойған жоқпыз. Ашығын айту керек. Шындықтан сөз бұзылмайды. Ұлттық идеология, ұлттық ұстын, ұлттық негіз деген нәрсеге әлі байлана қоймадық. Өкінішке қарай. Әлі де кем тұсы көп. Көп, әлі көп. Себебі қазір қоғам сондай ма, жүйе сондай ма, түсіне алмай жатырмыз. Дегенмен жоқтан бар нәрсе
тұрған шығар. Бірақ білмеймін, 33 жылда әр нәрсені орнына қоятын уақыт келді ғой, мысалы. Ал біз енді тіл проблемасын әлі айтып жүрміз. Ұят. Ұлттық дәстүр салт әдет ғұрыпты әлі айтып жүрміз. Орыс болып бара жатырмыз, ағылшын болып бара жатырмыз, Қытайға айналып бара жатырмыз деп әлі жүрміз. Бұндай мәселе Өзбекстан, Қырғызстанда баяғыда шешіліп қойған. Қазақ деп кеуде соққанда мақтанамыз. Бірақ бізде шешіліп отқан жоқ. Себебі біздің биліктің 90% орыс тілділер. Әрине саған мүмкіндік бермейді. Сондықтан ұлт болып қалыптасу үшін ұлттық идеология мен дәстүр, салт, әдет, ғұрып және тілді діңгектей қылуымызға керек. Алтын қазығы мықты болмай, қазықтың түбі мықты болмай, бізге ел болу қиын. Осы мәселе кемшін болып тұр қазір. Уақыттың көзімен қарасаң да, бақыттың көзімен қарасаң да, сондай. Қазіргі дәріптелу басқа бағыттар көп қой, енді көп өткенде мысалы көшпенділер ойынды өткізіп жатыр деген сияқты. Тағы да басқасы дейді. Енді осылар бір қауқары жетеді деп ойлайсыз ба? Әлде бір бастамасы ғана? Көшпенділер ойыны өте жақсы бастама. Оған президентімізге рахмет, ерекше мән беріп, назар аударып, соған күш берді кәдімгідей. Ол түркі халықтарының кәдімгі рухын оятып жіберді. Ғажап нәрсе. Бірақ деген нәрсе бар. Бұндай ұлттық үрдістерді, ұлттық дәстүр салтты науқандық деңгейге түсіруге болмайды. Бұл науқан емес. Бұл күні-түні. Жыл 12 ай керек. Отбасы ошақ қасынан бастап, үлкен қоғамда отандық мемлекеттік деңгейде мәртебеленіп жату керек күніне. Балабақшадан бастап, анау парламентке дейін. Сонда ол көшпенділердің көркі кіреді. Әйтпесе кешегіндей дүрк жүретіп, науқан жасап, айда шу, аста төк, бір жасампаздықпен өткізе беруге болады әрине. Бірақ бірте-бірте келу керек деп ойлаймын. Оның өзі ұлттың тамырына қан жүгіртетін, үлкен рухына жан кіргізетін нәрсе болуға тиіс. Бізге рухани жаңғыру деп жатырмыз ғой. Рухани жаңғыру емес, біздің рухымызға жан кіру керек. Жаңғыру емес, жан кіру керек. Біздің ұлттық рухта жан жоқ. Сондықтан жан кіргізетін, тамырына қан жүргізетін осындай дәстүрлі дүниелеріміз. Бұл жерде енді бәрібір тіл мәселесі бірінші орында тұрады. Енді бүкіл ұлттың ұстыны, тамыры, жаны, намысы, рухы, бары жоғы тіл ғой. Бұдан басқа ештеңе жоқ. Сондықтан біз әлі сол тіл мәселесімен келе жатырмыз. Қиын. Бір жағы ұят. Бір жағы өзіміздің бейшаралық сорлығымыз ғой. Қайтып мақтанасың жұртқа. Мысалы біздің болашақпен оқып келгендер бар. Болашақпен оқып келгеннің мен шет жағасын білем, 60-70% өз тілін білмейді. Мысалы Америкаға барсын, Англияға барсын, Францияға, Германияға барсын. Қай жақтан келдің дейді. Қазақстаннан. Кімсің қазақ? Қазақтың тарихын білесің бе десе не дейді олар? Керісінше сол болашақпен оқығандар шетелде қазақ тілін үйреніп келді көбі. Ал осындай біздің алдын алу іс-шаралары, осындай идеологиялық бағыт-бағдар, жүйе, жоба деген дұрыс іске асып жатқан жоқ деп ойлаймын. Енді рухымызға жан бітіру қаншалықты маңызды қазір енді? Өте керек. Себебі біз соншама кезеңдерден қиыншылық көріп, және енді тәуелсіздік алып, егеменді ел болып еңсеттік па деген кезде бүкіл дүниені, бүкіл байлықты аладұрбымен ғана есептеп қойдық. Экономикамен. Ал экономика деген ол форма. Даңғырлаған бос шелек, байлық толы, алтын сандық.
ал оның ішінде руханият болмаса, идеология болмаса, иман болмаса, оның мазмұны жоқ деген. Кім керек? Мысалы көрдік, мысалы 30 жыл бүкіл Қазақстанның 20% олигарх болды. Не таптық? Сыбайлас жемқорлық, ішіп жеу, көз тоймайтын, не өз тоймайтын, не көз тоймайтын чиновниктер дайындап шығардық. Ұлттық буржуазия жоқ. Бәрі ұлтты ойламайтын, мемлекетті ойламайтын, халықты ойламайтын өңшең қаныпезерлердің бәрінің қарнын қампайттық. Көрдік нәтижесін. Ал бәрібір идеология керек. Ұлттық руханиятқа жан бітіруге тиіс біз. Білмеймін мен. Өмірдің өзі форма, егер көңіл болмаса. Сондықтан да мазмұн болу керек өмірде. Ұлт ретінде, адам ретінде де мазмұн болуға тиіс. Ал адам ретіндегі мазмұнды жасайтын көңіл, қоғам ретіндегі мазмұнды жасайтын ол идеология мен руханият. Ол болмаған жерде не қоғам дұрыс болмайды, не адам дұрыс болмайды. Осы мәселені негізге алуға керекпіз, мүмкіндігінше. Енді 30 жыл бойы осылай төбінде ақсап қалуымызға не себеп болуы мүмкін жалпы? Енді себептің бәрін мен айтпай-ақ көрініп тұр. Не себеп дегенде бәрі көрініп тұр. Өңшең ашкөз, аш-жалаңаш қара табандардың бәрін құл-құтанды байғы жібергеннен кесірі. Себебі текті адам байыса да қанағатшыл болады. Материалдық байлық пен рухани байлық тең тұрған кезде адам қанағатшыл болады. Ал материалдық байлықпен ғана жүре берген адам қанағатсыз болады. Ода руханият жоқ. Ұлттық мүдде жоқ. Халықтың ықылас пейілі деген жоқ. Бұл өте ауыр нәрсе. Сондықтан да қоғам, мен айтпасам да көрініп тұрған нәрсе, ең бастысы тәуфік берсін деп жатады ғой. Патшаға тәуфік берсін, қанағат берсін, ынсап берсін деп жатады ғой. Осы мәселелердің не екенін түсінбейтін адамдар байлықтың үстінде отыр қазір. Қанағаттың, ынсаптың, ризықтың осындай бір тәубашылықтың не екенін білмейтіндер қазір байлықтың үстінде отыр ғой. Солар білсе екен деп Құдайдан сұраймын, тілеймін. Әлі келетін шығар біздің ұлттық руханиятты, ұлт мүддесін, ұлт қазынасын, ұлт дәстүрін басқаша ойлайтын, жаңаша ойлайтын қазақы азаматтар қаржысы бар, қалыптасып келе жатыр қазір. Соларға Құдай қуат берсін. Дегенмен үміт бар. Бар. Енді халық болған соң шығады ғой. Өмір деген гармония. Әр қашан сен бір қалыпты мүмкін емес нәрсе. Байда кетеді, патшада кетеді, тажалда кетеді, қарын тоймайтын қаныпезерде кетеді. Орнына жомарт адам келеді, мәрт адам келеді, нәмәрт адам келуі мүмкін қайдадан. Сол сияқты ауысып отыратын өмір ғой. Сондықтан да арасында ойланам, дүние кезек деген бар емес пе? Сол кезек бізге де қашан келетін уақыт болды ғой деймін де. Қазақ мынандай байлығымен, мынандай қазынасымен бақытты өмір сүруге қақысы бар ұлт еді ғой. Сол қашан келеді екен деп күтіп жүрген бір пәруардігер пендемін. Келсе екен тілейміз. Оған өзіңді атсалыс. Тағатсыздана күтетін сәт жақын қалған шығар енді. Ниетімізге қарай. Ең басты жаңағы мына бізде Қытай завод салып жатыр, Америка жаулап жатыр, орыс жаулап жатыр. Мен айтам, Қытайдағы 3 миллион қазақ Қытай болып кеткен жоқ қой, бір ғасыр. Қытайдың ортасында тұр. Бүкіл дәстүр, салт, әдет, ғұрпымыз бен тілімізді солар сақтап қалды. 91 жылы бізге қайтып келген кезде сол қазынаны қаймақтай бұзбай алып келді. Бізге Қытай келе ма, Америка келе ма, орыс келе ма, экономиканы көтеру керек, жағдай жасау керек. Ал ең басты нәрсе тілден айырылмауымыз керек.
дәстүр, салт, әдет, ғұрып, тіл, діл, руханият деген ұлттық ерекшелігімізді, ұлттық ұстанымымызды жоғалтпауымыз керек. Сол кезде бәрін жеңе аламыз. Мейлі 55 келе ма, 60 завод салам, 100 завод салсын, мейлі. Ал сен өз жеріңде қазақ бола алуың керек. Олар басқыншылар емес, экономикалық жағдайыңды жасауға ақша табу үшін келе жатқандар олар. Ал сен неге ұлттық құндылығыңды ұстап, ерекшелігін сақтап қалмасқа? Сондықтан да бүкіл қазақ бес саусақтай бүгіліп, жұдырықтай жұмылып, қазақ дейтін мынандай қасиетті қазыққа байланып тұру керек. Әрқайсысы мен деген намысқа айналып тұру керек. Сол кезде өзгелер ығады. Қазақта рух сес деген болады, мыс деген болады. Сол кезде болады мыс. Ал біз шала қазақ болып, мәңгүрт болып, дүбәрә болып жүрсек, әрине әркім басынады сен. Өз тіліңді өзің білмейсің, дәстүр салтыңды ұқпайсың, сен де бір жүрген мәңгүртсің, маған немене ақыл айтасың десе, не айтасың оған? Сондықтан да жоғалмауымыз керек. Үлкен жонымызды күдірейтіп, еңсемізді биік ұстау үшін құндылықтарымыздың бәрін, үлкен бай қазынамыздың бәрін қайта жинақтауымыз керек, үптеп түптеуіміз керек. Сол кезде ғана қазақтың бойына мыс, сес, рух пайда болады. Ол керек. Жаһандануда бәріміз адамзаттық деңгей деген бір өтірік нәрсені шығарып алдық қой. Адамзаттық деңгейге жету үшін ұлттық ерекшелігің болу керек. Егер де біз бәріміз ұлттық құндылықтарды алып тастап, әшейін адам болып жүре берейік дейтін болсақ, мына шекара не үшін керек? Тіл не үшін керек? Бүкіл байлығың не үшін керек? Әрине біз жаһандану деп қазір мына бізге психологтар қатты кіріп жатыр. Мен баяғыда айтып едім, дін мәселесінде тізгін жіберіп қойдық. Мемлекет пен дін бөлектедік те, өз-өзін тастадық, сектант, ана секта, мана секта қаптады. Аяғының нәтижесін көрдік қой. Кеше қаңтар оқиғасына дейін бірақ алып келді. Сол сияқты осыдан 4-5 жыл бұрын басталып кетті. Психологтар, миссионерлер олар. Американың, Европаның дәрумендерін тасып жатыр бізге. Басында ағылшынша болды, орысша болды. Ол өтпегеннен кейін өзіміздің қазақтың қыздарын, жігіттерін тәрбиелеп, қазақша психологтар пайда болды. Ең қызығы мынандай. Жігіт туралы айтпайды. Әйелдер туралы ғана айтады. Әйелдер туралы ғана. Бұл қазақтың әйелдерін жаулады ма? Еркек деген ешкім емес. Сонда не дейді? Еркек пен әйелді құқы бір. Сен оған күң емессің. Ене деген ешкім емес. Қайната, қайын жұрт, нағашы, бөле деген араласуға қақысы жоқ. Сен де бір құндылықсың, адамсың. Эгоизмге тәрбиелеу ғой. Соның кесір кесапатынан жаңа үйленген жастар кеше үйленіп, бүгін 40 пышақ болып қырқысып, ажырасып жатыр. Түсініспей. Ал бізде ата бала немере дейтін үштік ұғым бар еді ғой. Дәстүр сабақтастығы бар еді. Ұлттық сабақтастық бар еді. Бәрін шегендеп, шегеге қандай ұстап отыратын әулет бар еді. Осыны талқандап жатыр. Ал үйдің тұрмыс тіршілігінен жалыққан келіндер ана психологияға рахат болып жатыр. Шынжырынан босанған ит сияқты қашып жатыр бәрі. Ұжымдасып, бір әулетті ойлау, отбасын ойлау, ағайын туысқанды сыйлау деген мәселеден кетіп жатыр қазір. Бұл өте қауіпті. Біз де кешегі Жәнібек Керейден бері қарайғы уақыттың ішінде Тәуке ханның тұсында 7 жарғы бар, Есім ханның ескі жолы бар, Қасым ханның қасқа жолы бар. Сол жолдың арқасында түрмесіз далада қорасыз қой бағып,
мылтықсыз ана аулап есігіне ала жіп байдай салып алаңсыз 6 айшылық жолға шығып жүре беретін қазақ едік. Сонда мына жақта орысың, мына жақта Қытайың таң қалған. Мынандай ел бар екен, түрмесіз. Зынданның аузын арымен бекіткен қазақ. Біреуі қылмыс жасаса, киіз үйге қамап, соны ала жіппен байлап қояды. Ана ала жіптен шығу намыс, өлім. Қазаққа түрменің неге қажеті бар? Сондай тәртіп тәрбиемен, дәстүрмен бізде жазылған заңнан да күшті біздің дәстүріміз болды, жазылмаған заң. Ол өлімнен ұят күшті деген нәрсемен тәрбиеледі. Намыс бар еді, ұят күшті еді. Осының арқасында бүкіл дала мәдениеті өзгелерге ұқсамайтын ерекше көшпенділердің көшелі дүниесіне айналған. Ал соны көшкен сайын жоғалтып, жүрген сайын тоздырып, неше түрлі уақыттан кейін мәңгүрттікке алып келе жатырмыз қазір. Өте қауіпті. Ең бастысы ар, намыс, ұят деген нәрселерді күшейту керек бізге. Қазір жалаңаштанып бара жатыр ғой бәрі. Жаһандануың да, әлеуметтік желің де. Қазір Құдай-ау ана жерде жалғыз өзің TikTok'ты ашуға қорқасың. Есің шығады. Неше түрлі дүниелер. Хиджаб кигені де аузына киген оттап отыр. Жалаңашы да оттап отыр. Еркегі де ұрғашы да оттап отыр. Не болып кетті? Адамшылық дейтін нәрседен, адамгершілік дейтін дүниеден аулақ. Енді айдаланың да әдірісі бар ғой. Дөй далаға кетіп бара жатыр қазір. Абайдың толық адам, кемел адам дейтін, қазір мына президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлының кемел адам, толық адам, Абайдың бағыт бағдарын ұстанамыз деп жүргені осы. Сол адамгершілікке, алтын қасыққа айналып келуіміз керек. Толық адам болмай, кемел адам болмай, келешекке білмеймін, келеміз болып барамыз ба, қалай баратынымызды. Негізі кемелдену керекпіз. Толық адам болмасақ та талпынуымыз керекпіз. Соған жетуіміз керек. Осының игі шараларының бәрін біздің мәдениет, білім, ғылым салалары қамтып, қамқорлыққа алу керек. Балабақшадан басталу керек. Жақсы, енді қазақ деген енді кеше ғана пайда болған ұлт емес, бұрыннан келе жатыр. Өзіміздің дәстүріміз бар, өзіміздің белгіміз бар деген сияқты. Кезінде ата-бабадан қалған талай дәстүріміздің арқасында ұлт болып отырмыз ғой. Тіліміз, діліміз дейміз, дініміз. Енді қазіргі қоғамда өзіңізді көріп жүрген шығарсыз, әлеуметтік желіде де отырасыз, мысалы Facebook парақшаңызда бар, Instagram парақшаңызда жүргізесіз, бірақ та бір көріп қалған кезіңізде бар шығар, енді білмеймін. Бірақ бар сондай қоғамда мынандай азаматтар көбінен діни фанатизмге бет алып, бет бұрған. Енді арасында шығып жатыр осы. Қазір енді бір сәл тынышталған секілді, бірақ осыдан 2-3 ай бұрын шыққан кезде көп шу болды, мысалы. Ол баяғыда да айтылып бастады ғой, мына домбыраны харам деп, тағы да басқа дәстүрлерімізді ширк деген сияқты. Домбыра харам деген кезде мен соған жауап ретінде өлең жазып, оны Жеңіс актер Талдықорған бауырым оқыған. Ол бір резонанс туғызған дүние болды. Енді өзі Владимир Ильич Ленин деген тұлғаны қазіргі ұрпақ ұмытып қалды ғой. Бірақ сол 100 том кітап жазса да бір сөз дұрыс айтқан. Дін апиын деген сөз. Абайдың өзі айтады. Дінді ұстану ол ілеуде біреуге ғана бұйырған. Ал жалпы Құдайға құлшылық етуге жараса болды дейді. Ол дінді ұстану деген бұл үлкен күш, үлкен төзім, үлкен сабыр, үлкен тағат, үлкен қасиет керек. Ол оңай нәрсе емес. Және жаңағыдай фанатизмге кіріп, қазіргі біздің жас имам молдаларымыз бір, қариларымыз енді ақыл айтқан кезде мен айтамын, айналайын, басыңнан өтпей Құдайдан жетпейді деген. Және Құранды, мына жерде Құранда осылай айтылған дейді.
айналайын ау, бүкіл Құран тәпсір ғой, сен оны дұрыстап тәпсірлесейші. Сол күйінше түсінуге болмайды. Қазақтың поэзиясы қандай астарлы болса, Құранда, Забурда, Інжілде, Тәуратта өлеңмен жазылған. Бәрі өлең. Тәурат кішкене бір тәуірлеу, Забур мен Інжіл тап-таза бүкіл еврей пайғамбарларға деген ода, мақтаудан тұрады. Ал керек болса. Сондықтан да ол поэзия ғой. Ал қазақтың да бүкіл поэзиясы астарлы. Неге қазақтың поэзиясын тіке ұғынуымыз керек? Неге біз Құранды тікелей түсінуіміз керек? Сол сияқты біздің мешіттердегі уағыз айтқыш молдаларымыздың көбі осы тәпсір мәселесіне келген кезде таяздық танытып отырады. Одан кейін уағыз айта білетін адам кемеліне келу керек. Ол 40-50-ге келгенде, 60-қа келгенде, ақыл тоқтатқанда адам уақыт өтіп жасы келген сайын кемелденеді, бәрібір. Жас кезінде қанша білімді болсын діни, кемелденбей келісті сөз айта алмайды. Қарасаң, біреу ұрсып отырады, біреу айғайлап отырады, біреу ренжіп отырады, біреу агрессиямен сөйлеп отырады. Мен айтамын, сен мынандай молдада имани адамда сабыр болмай ма деймін. Жұмсақ, қоңыр дауыспен бәрін балқытып, шалқытып, ерітіп отырып, есті сөз айтуға болады ғой. Олар айғай аттан салады да, ұрсып жатады айтып. Пайғамбарымыз сонда не деді десе қорқасың кәдімгідей. О дүниемен қорқытады. Түсіндіре білу керек. Қазір мен таңғаламын, бүкіл біздің дәстүр салт әдет ғұрпымыздың бәрі толық сол дінді тәржімалап, тәпсірлеп, көшіріп, өз формасына әкеп алған. 1001 хадис па? Қазақтың 1001 мақалын алшы. Құдай жүгіртпеген сиырды бұзау жүгіртеді. Аяғы ласадан есіктен төрге дейін бұлғайды, пейіл ласадан бесіктен көрге дейін бұлғайды. Аяғың батпақ болса да жүрегің аппақ болсын дейді. Бұдан артық тазалық бар ма? Осы сияқты мен бір-екеуін ғана айтып отырмын. Қанша мақал мәтеліміздің бәрі адамгершілікке, дұрыс өмір сүруге, иманға құрылған. Ал осындай байлығыңды сырып тастап, арабша уағыз айтып отыруды не қажеті бар, мен түсінбеймін. Қазақтың тілі деген бүкіл Құранның сүрелері болсын, аяттары болсын, хадистері болсын, түгел тәпсірлеп, тәржімалап тастаған. Неге Яссауи даналық кітабын жазды? Неге Ахмет Югенеки ақиқат сейін жазды? Неге Жүсіп Баласағұн Құттыбек дастанын жазды? Тіпті Бұғара ханға конституция ретінде, атазаң ретінде ол үлкен дүние болған. Дешті қыпшақты билеген Бұғара ханға. Сол кезде біздің ғұламаларымыз, данышпандарымыздың бәрі неге дінді түрік тілінде өлеңге, жырға, дастанға айналдырды, уағызға айналдырды. Ұлттық ұстынды жоғалтпас үшін. Біз араб емес, біз түркілерміз, көшпенділерміз, біз қазақпыз деген қағиданы алға қойды. Өткенде айтады, біздің хандарымыз, байларымыз, патшаларымыздың бәрі 5 уақыт намаз оқыған дейді. Отырықшылар оқыған шығар деймін. Самарқанд, Бұхараң бар, басқаң бар. Көшпенділердің даласынан қараш, бір мешіт бар ма екен? 5 ғасыр, 10 ғасырда мешіт бар ма далада? Кесенелер бар, бірақ мешіт жоқ. Көшпенділердің өзінің дәстүрлі бір құдайына сиынған жолы болды, бөлек. Құдай кешіреді, әруақ кешірмейді деп. Әруақты да құрметтеді. Себебі түркілерде мынандай сөз бар. Біз де сіздей болғанбыз, сіз де біздей боласың дейтін тастағы жазу бар. Осындай өліге иман, тіріге береке берсін дейтін. Біз де сіздей болғанбыз, біз де сіздей боласың. Ертең сен де өлесің. Мәңгілік ешкім жоқ. Темір өзек пенде жоқ, өлмес адам елде жоқ дейтін осындай үлкен сабырлы дүниелерін айтып отқан.
бауыр еттің аласы жоқ, бұтағы бар ағаштың саласы көп. Қолдағы алтынның иесі табылса ешкімде таласы жоқ. Сол алтынды бергенде қуанып шүкірлік қылдың, сол алтынды алғанда күшеніп күпірлік қылма деп. Көңіл айтатын қазақ. Имансыз деп ойлайсың ба? Бүкіл дін дәстүріңді беске біледі. Сондан да осы қазақ қалыпқа қайта келуіміз керек, соны қазынамызды қайта жаңғыртуымыз тиіс деп ойлаймын. Сол кезде біраз нәрсенің кері кеткен көш түзеледі. Кейде білмеймін, рухани кедейшілік па, қазақта сөз бар, ілгері кеткенің ит оттайды дейді. Ауыр сөз. Білмеймін, байлық па, дүние ма, жоқ біреумен жарысып кетіп бара жатырмыз ба, кім оттап, кім шоқырақтап жүргенін көріп жатырмыз, мысалы әлеуметтік желіден. Бұндай дүниеге мүмкіндігінше абай болғанымыз абзал. Құдай сабыр берсін қазаққа. Сосын мынау жастарымызға, жүйкеден кеткен жастарымыз көп. Баяғыда Ораз марқұм айтып еді, балшықтай балаларды тауып нервini жасап жүрміз немерені дейді. Соның нәтижесін көріп жатырмыз. Құдай сабыр берсін. Енді бағана домбыра харам дегенге бір жауап берген едім дедіңіз. Шындықтарымен. Сол бір өзіңіздің оқып бере аласыз ба? Қазір енді жатқа білмей тұрмын. Домбыраны тарт ием. Домбыраңды безілдет. Домбыраны харам деген ана молда мен дүмшелерге сөзім жоқ деп келеді. Сол сияқты кезінде қатағанның да сопаға айтатыны бар емес пе? Боқтағанын ағаш дейтін. Пайғамбарға мешітіне есік болған бұл ағаш, дүние келгенде бесік болған бұл ағаш, несіп болған бұл ағаш, боқтағанын ағаш дейді. Сол сияқты домбыра деген өте киелі нәрсе. Үлкен біздің енді қазақ домбыра қазақ ұғым ғой, бір ұғым. Кеше Қорқыттың қобызы мен қазақ домбыра екеуі егіз. Домбыраға тіл тигізу құдірет қой, домбыра деген ерекше ғой. Екі шектің бірін қатты, бірін сәл кем бұра, нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп. Енді қадыраға да әшейін өлең құрастырған жоқ. Арғы тарихын тәпсірлеп, тамырына терең бойлап жазып отқан дүниесі. Сондықтан да домбырамен ойнауға болмайды. Кие сатады, киесі ұрады. Кие деген бар. Домбыра түгілі малда да кие бар. Аң мен құста да кие бар. Осының бәрінің жөн жосығын білген қазақпыз. Кеше біреу кісі ақысын жеп жатыр, кісі өлтіріп жатыр, баланы өлтіріп жатыр, сәбиді лақтырып жатыр. Аң мен құс түгілі. Осындай дәрежеге қалай, дәреже емес бұл, осындай деңгейге қалай түстік, мысалы. Бұл өте қауіпті. Бұл қазір ақпараттық соғыстағы әртүрлі ағымдардың, өте лас ағымдардың бүкіл қазақ еліне тоғытылып жатқандығының кесірінен. Ақпараттық соғысқа біз дайын болуымыз керек. Ол үшін бізде қорғанатын жалғыз нәрсе сенің дәстүр салтың мен әдет ғұрпың және тілің, ұлттық ерекшелігің, одан басқа қорғанатын түгің жоқ. Ал біз жалаңаш қарсы алып отырмыз соның бәрін. Аш жалаңаш кіріп кеттік. Бізде сауыт болу керек еді. Адамда ар иман деген сауыт болады. Мына сыртқы сауыттан бөлек. Ол оқтан қорғаса, ар иман деген нәрсе боқтан қорғайды. Оқтан қорғайтын сауытымызда, боқтан қорғайтын сауытымызда мықты болуға тиіс. Сол кезде бәрі дұрыс. Домбыра өз алдына.
сосын келесі сұрағым жауабын алып болған да сияқтымын, бірақ сонда да қойып көрейін. Қазір енді діни фанатизм туралы неге айта бастадық? Енді қазір шетелдер бар, атын атап түсіндірмей ақ қойсақ та белгілі. Енді сол мемлекеттер сияқты осындай шектеулері бар, өзінше бір шариғаттың атына жамылып заңдар қойылып алған, сондай жолға түсіп кетпес үшін не істеген жөн бізге негізі? Қалай енді сақтануымыз одан? біздің қазір енді демократиялық мемлекет біз деп жатырмыз ғой. Иә. Қазақтың өз демократиясы ешкімге ұқсамайды. Сол өзіміздің дәстүрлі демократиялық жолымыздың өзі әлемдік кейбір мен деген мемлекеттерді басып кетеді. Бізде сөз бостандығы бар. Хан емессің, қасқырсың, қасалбасты басқарсың дейтін. Ей, Абылай, сен кім едің? Түркістанда жүредің, Әбілмәмбет сұлтанның түйесін баққан қол едің дейтін. Бұндай сөздерді кім айтады? Қай мемлекеттің ақыны, жыршысы, патшасын айтты? Жоқ. Қазақ даласындағы сөз еркіндігі, демократиясы, әрбірден кейін өз тентегін, бір әулет, бір ағайын, бір ауыл өз тентегін өзі түзеп алған. Жігіт ағалары, билері болды, дау шешіп отырды. Биін дауда батырын жауда көрген, менің ата бабам аштан емес, ардан өлген дейді. Ұлым, саған айтамын да бір осындай сөз бар еді. Сол сияқты ар деген өте, ар ілімі бізде үлкен, жоғары болды. Сондықтан да қазіргі шектеу, немесе бір діни қалыпқа салып тастау бізге қажет емес. Мүмкіндігінше еркін болу керек. Құдай біреу ақ, бірақ баратын жол көп қой. Әркім әртүрлі барады. Әркім өз құлағымен тыңдайды, әркім өз күнәсін өзі көтереді. Сондықтан да бізде еркіндік пен азаттық және еркін ой салтанат құру керек. Еркін ой деген сөз еріккеннің әңгімесі емес. Еркін ой деген былапыт әңгіме айтып, әлеуметтік желіні былғау емес. Еркін ой деген көркем ой, көркем сөз және шексіз қиял. Және ол эстетикалық деңгейде биік болу керек. Өте көркем, ғажап болу керек. Қазір әлеуметтік желіге бір сөз айтып тасташы, түтіп жеп қояды. Сонда бір сабыр сақтап, мынанікі жөн екен, мынанікі дұрыс екен, бұл қандай жағдайда айтып отыр, бұның осындай сөз айтуына не себеп болыпты деп бүйтіп тексеріп тәпсірлеп қарамайды ешкім. Бір жақты ой бәрінде. Не деген ауыр сөздер кетеді. Комментарийларды қарап отырсың, аяп кетесің. Қазақтың өзіне емес, айтып отқан адамның өзіне емес, сол айтып отқан сөзін аяп кетесің. Сөзге обал, сөздің қасиет киесіне обал. Анандай сөз адамның аузынан қалай шығып жатыр, түсінбейсің. Аяйсың. Өмірге қайта-қайта келетін уақыт жоқ қой, бір рет келдің ба? Мүмкіндігінше жақсы сөз жарымырыс, қалған иман береке дейді қазақ. Жақсы сөзіңді айтып, жақсы пікіріңді айтып, біреудің жанын түсінуге тырысып, жақсы ниетпен жүрудің өзі бір бақыт қой. Сонда өз өмірімізді өзіміз қиындатып, жүйкеміз жұқартып, тісіміз шықырлап, тісіміздің арасынан ысқырып сөйлеуге машықтанып алғанбыз қазір. Осыдан қашу керек. Мүмкіндігінше өте сабыр, өте мәдениетті, ақылмен парасат деген нәрсе бар. Сол ақыл парасатпен қарасақ, бәрі дұрыс болады дейсіз. Өте керемет. Енді бір келесі сұрағым, осы Бақыт Беделханның арманы не? Иә. Арман таусылмайды ғой негізі. Оразай, қазір мен саған жарты сағаттан ұзақ әңгіме айтып жатырмын. Сол әңгіменің бәрі арман. Ел болу, жұрт болып жұмылу,
бүкіл қазақтың бақытты ғұмыр кешуі, одан кейін бір рет берілген ғұмырда бір-бірімізді күндемей, бір-бірімізді жүндемей дұрыс өмір сүру, сорлы қазақ қаншама қиын замандарды бастан кешіріп келе жатырмыз. Сатқындықты да көрді, ату, сату, жазалау, асу, үлкен қияметтер қыл көпірден де өтті, тарыдай шашылды, көрмегені жоқ қазақ. Мына дүниеге мынандай байлығымен, мынандай жерімен бақытты болуға хақысы бар ғой деп ойлаймын қазақтың. Сол қашан келеді? Менің арманым осы. Бақытты болса екен деп тілеймін. Сонда өз бақытымызды өзіміз табанға сап, таптап, ұлтарақ қылып жүрген ұлтпыз біз. Шерхан ағам айтпақшы, алтын сандықтың үстінде жалаң бұт отырмыз ғой деген сияқты. Өз бақытымызды өз табанымызға таптап, соны ұлтарақ қылып жүрген ұлтпыз. Неге бақытты бағаламасқа? Неге уақытымызды бағаламасқа? Неге бір келетін өмірді берекелі, мерекелі қылып өткізбеске? Ұлт ретінде қазақ неге бақытсыз болуға тиіс? Осының бәрі жиналып келген кезде менің ғана арманым емес, ол сенің де арманың, бүкіл ұлттың арманы, халықтың арманы, президенттің де арманы. Арман деген өте алдамшы болады. Өз-өзіңді қанағаттандыратындай армандар рахат. Өз-өзіңді алдап жүресің. Ал орындалатын армандар болады. Қарш қадам басқан жерде орындалатын армандар болады. Ол мен үшін арман емес, ол бір тілек, мақсат, мұрат, шағын қажеттіліктер деп ойлаймын. Ал арман ұлы болуға тиіс. Арман асыл болуға тиіс. Арман өте биік болуға керек деп ойлаймын. Қаншалық жоғары болса, соншалық нәтиже дейсіз ғой. Сондай болған дұрыс. Себебі баяғы Махамбеттің де ұлы арман дейтін өлеңі бар еді. Ақтан бердіңде күлдір-күлдір күсінетіп күреңді мінер ме екенбіз, күдерден бау тағып күреуге киер ме екенбіз, шағаз алтын жеңіже шығыр шығып торай көз, ақсауыт киер ме екенбіз. Май жемесе қонағым, қан жемесе барағым, 10 кісіге татса бір кісілік тамағым деп келеді аяғында. Осынша берген дәулетті көтеріп тұра алар ма екенбіз. Не деген армандар, не деген керемет дүниелер. Сан көтеріп тұра алмай талай мәрте үзілдік қой, қирадық, сынған арбадай жолда қалдық. Соның бәрін көріп қана қоймай, соның бәрін көтеріп келе жатқан қазақпыз. Енді бұлай қатты мұңайып, мүжіліп кетуге болмайды. Әрине, адамда бір рух болу керек. Құдайға шүкір, бәрін жеңуге болады. Себебі қазақтың мен рухына, намысына, жігеріне, мықшыға дейін мықтылығына сенем. Саған да сенем. Көп рахмет. Сеніміңізді ақтаймыз. Енді Бақыт аға тағы бір сұрақ болса, енді мына енді сізді ақын ретінде таниды ғой қазақ қоғамы. Жалпы қазіргі ақындар нені білгені жөн, қандай тақырыпты көбіне қозғау керек? Енді қазір алдымызда үлкен ағалардың өлең жырларын тыңдап, ақылын тыңдап, артынан ердік. Қатарымыздағылармен қапталдасып жүрдік. Артымыздағы жастарды ерте алдық па, ерте алмадық па, біраз жастар бар артымызда. Құдайға шүкір. Бақыт аға дейтін жастар баршылық. Бірақ оған өлеңді былай жаз деп айтуға болмайды. Еркіндік беру керек. Ақын деген ол табиғат. Мысалы сен оразай, сен мынандай оңға жүр, солға жүр, тура жүр, артқа 2 қадам, алға 3 қадам деп айтса, намыстанып қаласың. Менің де өз ақылым бар, өз ойым бар ғой деп.
сол сияқты ақынның да өз табиғаты, өз мінезі, өз тағдыры болады. Ең бастысы қабілеті мықты болуға. Қабілет қарымы мен талант дарыны үйлескен кезде ол өзі бөлек. Өйткені айтады, мынаған ұқсамас үшін мен қалай болуым керек дейді. Ей, айналайын, 7 миллиард адамды Құдай бір-біріне ұқсатпай жаратты ғой. Сен неге біреуге ұқсауың керек? Ең бастысы өтірік айтпа өлеңге. Сол кезде ешкімге ұқсамайтын ақын болып шығасың деймін ғой. Сол сияқты өлең өтірікті көтермейді. Өтірік айтылған жерде өлең өлімсіреп тұрады, жасанды болып тұрады, нәрсіз, әлсіз болып тұрады. Жасампаз, төртбұрышты, сыңғырлаған бірдеңе болып тұрады. Өлеңде тағдыр болу керек, мінез болу керек, және өзің болу керек. Сені тану керек. Санамдағы сансыз сұраққа жауап таппай түсем ылғи мың отқа. Жанардағы жаңбырман малшынып жын қаққандай болам сосын жырақта, жын қаққандай жылап алайын. Сен бірақта жұбатпа. Кейде осылай қашып кеткім келеді. Жүйкедегі тозақтан жүректегі жұмаққа деп. Өлең жазған бір кездер. Сол сияқты жүйкедегі тозақ деген мына тұрмыс тіршілік. Ал жүректегі жұмақ деген рухани әңгіме. Жапондар айтады екен, біреумен отырғың келмесе, саясат туралы әңгімені бастап жібер деп. Ал отырғың келсе, рухани әңгіме дейді. Сол сияқты жүректегі жүздесу осы рухани әңгіме, рухани азық, жақсы сөз, жанды сөз. Сонымен ғана адам қуаттанады, рухтанады. Сондықтан да жүректегі жұмақта жүздесіп тұрайық. Керемет. Ал уақыт ағайын, сіз жазушылар одағында біраз жыл болдыңыз, басқасында жүрдіңіз. Қазір ол жерде емеспін дейсіз. Енді сол жазушылар одағында сіздің тараптан айтылмай қалған ой, атқарылмай қалған міндет қалды ма? Мен одақта 15 жылдай болыппын. Ол біраз уақыт негізі. 10 жылдай әдебиетшілер үйінің директоры болдым. 5 жылдай төрағаның орынбасары болдым. Енді біраз шаруаны атқардым деп айта аламын. Әрине ол одақтың өз басында жүріп емес, былай да атқаратын шаруаларды мен кері итермеймін. Арқалай берем. Ол жүк менің арқама ауырлық етпейді. Бірақ бәрібір одақта атқарылатын көп дүниелер бар. Басы қасында жүргеннен кейін басқару жүйесі, басшыға байланысты, сосын қоғамды ұйым ғой енді ол жер, жазушылар одағы. Бәрібір мемлекеттің қолдауы керек. Сол қолдаусыз, қорғаусыз қалған сәттері көп одақтың. Біздің билік қызық қой. Ақын жазушыны керек кезінде пайдаланады да, керек емес кезде аямайды, лақтырып жібереді. Керек кезінде атақ беріп, шапан жауып, ат мінгізіп тұрып ардақтайды. Керек емес кезінде аямайды. Соған бір ауыз біздің билік мынандай дүниені неғып жасамай жатыр деп айтшы, тентіретіп жібереді. Бұл жақсы.